Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгін сіздермен бірге осындай өте жұмсақ, үлпілдек күлше нандар жасайтын боламыз. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Сөзсіз дәмді болып шығады, және де сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ол үшін бізге су, сүт және де тұз, аздап шекер, дрожж барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып болғаннан соң електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне осылай қамырымызды илеп болғаннан соң соңында аздап 20-30 граммдай май құйып және илеп аламыз. Жанындағы артық-ұндардың барлығын тазалап илеп аламыз. Міне осымен қамырымызды илеп болдық. Енді бетін жауып 1-2 сағатқа жылы жерге орап қойып қоямыз. Міне қамырымыз көтерілді. Енді бұны бөліктерге бөліп аламыз. Бұл жерде күлше болғандықтан менде 110 граммнан 10 күлше шықты. 110-120 граммнан бөліп аламыз. Осылай нанымыздың барлығын жасап, дөңгелектеп қойып қоямыз. 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Содан соң сәл көтеріледі. Бетіне жұмыртқасын жағып, печкаға жіберетін боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай күлшелеріміз көтеріліп шықты. Енді осылай ортасын кішкене басып шығып, үстіне жұмыртқасын жағып аламыз.
Пешімізді міндетті түрде алдын ала қыздыруды ұмытпаңыздар. Екі жүз 250 градуста пісіріп аламыз. Жұмыртқасын жағып болдық. Енді кезекте бетіне күнжіт сеуіп печкаға жібереміз. Міне осымен күлче нандарымыз дайын, ас болсын.